Бізге көмектесуге ешкім міндетті емес. Біз өзіміз көмектесін. Оның өзінде біреу сені жарылқап, Серікжан Біләшұлы, немесе қандай да бір әулие, немесе Мұхтар Әбілязов, немесе тағы бір керемет, жаңа туғанда қолынан найзалып туғанда әділетшіл біреу кеп сені құтқарады екен деп ойлама. Мүдде. Біз бар болғаны ертерек ояндық. Менің өзім 17 жылға дейін мынау қазіргі саяси сахнадағы алаяқтарды әулие көріп, соларға нанып, сеніп жүрген адамын. Мен 17 жылы ояндым деуге болады. Ендеше сенші. Сен қашан оянасың? Сенің досыңшы, сенің айналаңшы, сенің туысыңшы, сенің ағаң, әпкең, жездең, бауырың, келініңші. Міне сөйтіп бәріміз оянған кезде, бәріміз осындай көзқараста болды. Біз мына биліктің жауыздығына, зұлымдығына, мына қазақ халқына жасап отырған қиянатына, мына әлемде жоқ өсім, әлемде жоқ процент кредит, әлемде жоқ зұлымдық, жер бетіндегі 9-шы үлкен территорияда отырып, жерсіз отырған, тірісі жерсіз отырған, өлісі көрсіз қалатын, бәрін сатып алатын. Әлемдегі 4-шы үлкен мұнай газ қорында отырып, бензині ең қымбат болатын, газы ең қымбат болатын. Әлемдегі ең үлкен уран қорында отырып, ураннан зардап шегіп отыратын. Бүкіл жерінің асты мен үсті байлыққа толған мемлекетте отырып, қайыршының деңгейінде өмір сүретін қазақ дейтін бейшара халықпыз. Енді біздің жағдайымызды жасау үшін ешкімге алақан жайып жалынба. Бейне сен өзіңнің ұлыңды, жүрегіңді жарып шыққан ұлыңды, онай омыртқаңды үзіп тапқан ұлыңды, анау айдаладағы біреудің бақыт үшін құрбандыққа шалғың келмегені сияқты, ешкім де саған келіп демократия орнатып, әй қазақтар қиналдыңдар ғой, кредиттен көз аша алмай сорладыңдар ғой, ішер ас киер киімге жарымай, арқеттерің арша, борбайеттерің борша бопты ғой, обалай обал деп сендерге жақсылықты орнатып бермейді. Өзің оянасың, өзің іске кірісесің.